Армысың қызық. Нұрділеу деген мықты журналист болған қазақ телевидениесінде. Оның дінменділ деген өз жүргізетін хабары болған. Сол жерде прямой эфирде болған. Бір күні тыныш үйде отырған кезімде телевизорды аштым. Хабар жүріп жатыр екен. Ана жерде дінменділ деп тұр, астында жаңа хабар алсаңыздар деген телефон жүгіріп тұр екен. Телефонды алдым да жаңа нөмірге звондап едім, бір қыз алды. Бірер сөздер айтып едім. Аға, ойбай, мына передача тоқтап қалады. Мынандай сұрақпен мынандай жібере алмаймын деді. Кешіріңіз деді. Жарайды онда дедім да тағы да бір екі сөз айтып едім. Ойбай, тоқтай тұрыңызшы аға. Мен қазір сізді қосым, дайын болыңызшы деді. Қоса салды. Мен жаңа қоятын сұрағымды айтатынымды айтып едім. Нұртілеу экраннан тура маған қарады айтты. Келесі жұмаға хабарыма шақырайын, телефоныңызды айтасыз ба деді. Телефон нөмірін айттым. Сонымен келесі жұмада бардым. Амандастық. Қуаныштымын сізді эфирға жібергеніне. Бірден сұрақты бастады. Прямой эфирде болып едіңіз деді. Біраз аздаған жанама сұрақтар қойды. Мен жауап бердім. Сосын ой аға, болды. Мен ана жұмыс орнын дайындай берейін деді. Бір кофе алып беріп қойды. Жанында бажам бар, екеуміз отырдық күтіп. Бір уақытта келді. Прямой эфирға шығуға бәрі дайын. Қазір шығамыз деді. Соныменен прямой эфир басталды. Сұрақтан сұрақ жауап кетті. Сол сұрақтардың біреуін айтайын. Бір кісі звондады. Алыстан звондап тұрмын, үлкен кісімін мен. Сен бағанадан бері тегі ауыздыға сөз бермей жауап беріп жатырсың. Сен не пайғамбарсың ба? Пайғамбар құсап сөйлеп отырсың. Сен пайғамбарсың ба деді. Әттең-ай, Расул сөзі мен пайғамбар сөзінің айырымын білмейді екенсіз. Дегенмен қария, оған жауап бермеймін, сұрағыңызға сұрақ қоямын деді. Пайғамбар келді ма? Пайғамбарлық келді ма деді. Түсінбей қалдым, түсіндіріп айтшы деді. Көктен дырылдатып пайғамбарлық сүйреп алып келді ме, әлде жерде жүрген адамға пайғамбарлық келді ма деді. Әрине. Не дейтін ол? Әрине. Жауап алдыңыз ба дедім. Тоқта бала. Тағы бір сұрағым бар менің. Ана Нұқтың кемесін білесің ғой? Топан суда. Мына тірі әлемнің бәрін жұптап құтқарып қалған. Білем, естуім бар. Бүкіл әлемнің ғалымдары ана кеменің ішіне жұптап сыйғыза алмайды. Сыйғызасың ба деді. Сыйғызып көрші мықты болсаң. Тыңдап көрейін сен деді. Тағы да сұрағыңызға сұрақ қоямын. Мен колхоздың председателімін. Сіз агрономсыз. Келесі жылға асқабақты алып қал десем, нені алып қаласыз деп едім. Тұқымын алып қаламын деді. Онда Нұх неге? Онда қария ана Нұх неге оны парлап кемеге кіргізіп жүр? Оның не тұқымын алып қалуға ақыл жетпеді ма деді. Не болып кетті деді. Жауабын алдыңыз ба деді. Келесі сұрақ зороастризм болып кетті. Ол зороастризмге елшіліктен звондады. Қазақ даласында зороастризм деген болған ба, болмаған ба деп. Сұрақтар көп. Жаңағы хабарға берілген 20 минут өтіп кетті. Бірақ Нұрділеу айтты, аға ешқайда кетпеңізші, тұра тұрыңызшы. Мен қазір басшыларыма жүріп барып келейін деді. Кетіп қалды. Содан қайтып келді. Аға 30 минут қосып берді. 30 минут қосып берді, программаның бәрін өзгертіп жіберді. Түсінесіз ба деді. Мен таңғалып тұрмын деді. Редактор. Өткен жолы келіп, жаңағы осындай кісі келесі жұмаға хабарға шығады деген кезде алдыдан қол қоя салды. Бұрын сұрайтын, атағы бар ма, эфирде болған ба, телевидениеде болып көріп пе еді, тағысындағы сұрақты жаудыратын. О жолы алдыда қол қоя салды. Енді барып едім, алдыда 30 минутты қоса салды. Шыдайсыз ба 30 минутқа деді. Шыдаймын дедім. Неге шыдамаймын? Сонымен отырдық, бірақ ескертті. Аға, қазір 30 минуттың көбісін өзіңіз сөйлеңіз деді. Мен кейбір сұрақтарды алып қойып отырамын, прямой эфирді кейде жіберем. Қалған уақытта әліңіз келгенше айтатыныңызды айтып қалыңыз деді. Менің өтінім сұрайтын сол, деді. Эфир басталды. Прямой екінші бөлім. Сол эфирдің ішіндегі бір сұрағына тоқтала кетейін. Біреу сұрады. Сен кімсің? Айтып отырғаныңа ссылка жасайтын жерлерің бар ма? Қандай ғалымдар айтты? Кімдер айтты оны? Қандай данышмандар айтты? Қандай пророктар айтты оны? Ссылка қайда? Сен айтып отырсың, бірақ орнымен дұрыс айтып отырсың, бірақ ссылканы қоса айту керек қой. Бәленбай деген ғалым айтқан, Түгенбай ғалым дегенді айтқан. Ссылка қайда деді. Қайдан алып отырсың деді.
Қайдан алып отырғанымды айтайын ба дедім. Айт деп тұрмын ғой. Ұлы кітаптардан алып отырмын деді. Соның заңдылығыменен айтып отырмын деді. Қандай ұлы кітаптар? Көктен түскен кітаптардан алып отырмын. Ссылкасы жазылған. Олардың барлық пророктарының туған жылы белгілі, қай уақытта кітап түскеніне дейін белгілі. Бірақ кітапты оқысаң, жылдары да көрсетілмеген, уақыты да көрсетілмеген. Ең ұлы ссылкасы бар біреу-ақ. Иегова біледі, Раббым біледі. Болды. Мен де айтып отырмын. Ссылкам біреу-ақ. Қазақ білген. Біреуі шежіре, біреуі қазақтың сөзі. Түсіндіңіз ба деп едім. Иә, орынды жауап. Бірақ жеке өзіңменен сөйлесім керек. Мен тарихшымын деді. Жақсы, кездесуге дайынмын. Сұрақтар көп. Соныменен 30 минут өтті. Жақсы, рахмет. Далаға шықтық. Далада тұрмыз. Мен, Санат деген бажам, Нұртілеу, үшеуміз тұрмыз. Сосын айтты, Токе, мен осындай хабардан шыққанда қанаттанып шығушы едім. Bir түрлі болып тұрмын деді. Арқан құрысып тұр ма деп едім. От көрдіңіз бе, мен журналистпін. Арқам құрысып тұр деген сөз аузыма түспей тұр ғой деді. Онда осындай жаса сен. Жолдасың кішкене ауырады екен ғой деп едім. Селк ете қалып бүйтіп, қалай оны білдіңіз деді. Айтып тұрмын ғой, кішкене сырқаттанып жүр екен ғой жолдасың деді. Үндемеді. Содан кейін жаңағы болған оқиғалардан біраз түсіндірейін мен. Құр жаяу болып қалмасын деді. Түсіндіріңіз деді. Соны айттым, жаңағы жерде әңгіме пайғамбарлық туралы болды. Қазақтың дүниетанымы бойынша пайғамбар қазақтың сөзі. Ешқандай басқа ұлттың сөзі емес. Аян алып, ұлтына ақиқат айтындатындарды қазақ пайғамбар дейді. Пайғамбарлығы жасайтындар. Ал Мұхаммад пайғамбар емес, ол расул. Ол нәби. Ол кітап алған. Біздің пайғамбар деген сөзді айтатын болсаң, кітап алмаған, аян арқылы ақиқат айтқандар деп түсінік пайда болады. Мұхаммад деген кезде Раббының өзінен кітап алған адам болып шығады. Таңдаулы болып шығады. Мұхаммад деген таңдаулы деген сөз. Ізденуші деген сөз. Бұдан да басқа есімдері бар. Ахмады бар, Мұстафасы бар, Абыды бар. Тағысын тағылардың бәрін санап айтпай, Мұхаммад туралы ғана айтып отырмын. Ислам қолына ұстап отырған ұлы кітапта Мұхаммад деген сүре бар. Оның үстіне Мұхаммад деген сөз аяттардың ішінде 4-ақ жерде айтылады. Бірақ қазір барлық жерге Мұхаммад алейхиссалам деп жаза береді. Кім оған рұқсат берген білмеймін. Аллахтың тек қана осылай айтасың деген аятын оқыған жоқпын деді. Маған қарап қапты. Түсінбей қалдым деді. Нойды да жаңа басқа жаққа алып барып тастадыңыз. Онда сіздің түсінігіңіз басқаша болып тұр ғой мынаның бәрі. Иә, Нұх деп сұрады ол. Шынымен оның шын ұлы кітаптардағы есімі Ной. Иә, білем деді, Ной екен. Сол Нойды қазақтың дүниетанымында орап айту деген бар. Орап айтсаң, Ион деген сөз шығады. Ион деген көгершін деген сөз. Ал енді Нұхқа келетін болсаң, мына Құранның ішінде Нұх деп айтылады. Ха әрпімен аяқталған. Бізде Нұх деген сөз бар. Қарапайым. Қ әрпімен аяқталған. Сол Нұх орап айтсаң құн деген сөз шығады. Сенің құның болып шығады. Біздің Нұғымыз, менің түсінігім бойынша, ол біздің адамның денесінде орналасқан. Мен ақ дегенді қазіргі тілде клетка деп аударып жүрмін. Әлі кітабын шыққан жоқ, бірақ бірінші рет естіп ал. Қалай ол ақ деген клетка, белый емес пе деді. Ары қарай айтпаймын деді. Егер қазақ деген ақтың ішін қазған болатын болса, жаңа айтып отырған біздің құнымызды нақтылайтын Нұх біздің денемізде болу керек. Неге десең, біздің денемізде су бар. Бәленбай % су бар. Соның ішінде ол жүзіп жүріп ақпарат тасу керек. Ал ондай кеме бар адамның денесінде. Саны 20. Судың ішінде жүріп 20 елге ақпарат таситын кеме бар. Нұхтың кемесі бар. Түсінген жоқпын деді. Бірақ ескертіп тұрмын деді. Нұх деген қазақтың сөзі, Ной деген еврейлердің сөзі. Айырмашылығы біреуі табиғатта болады, ал біздің қазақтың дүниетанымы бойынша ақтың ішінде, клетканың ішінде біздің денеміздегі су тасқындаса, топан су болса, адамның болмысында не болады? Мынау мен басқаша түсінік екен мынау. Енді біз мұсылманбыз ғой. Біз ол Нұхты басқаша деп жүрміз ғой. Кеме қазғұртқа тоқтаған деп жүрміз ғой. Мінекей қателесіп жүргеніміз сол. Біздің кемеміз ішімізде екен. Ал енді қазғұрттың басына келетін болсақ, түсіндіріп айтайын. Олардың алғашқы түскен кітаптарында жаңағы Нойдың кемесі Синай тауының басына тоқтайды. Кітаптарында жазылған. Синай тауының басында тоқтайды дейді. Синай тауы бар. Солардың жерінде тұр.
соның басына кеме тоқтайды дейді. Ал енді кейін мұхаммадқа түскен оқи кітабында, Құранның ішінде, ол Әл-Жуди тауының басына түседі. Қазығұрттың басына ешнәрсе де тоқтаған жоқ. Ол жерге еврейдің асы таяқ қадалған жоқ. Қазақтар туғызған жоқ. Дедім. Ойпырмай, одан арман. Бір түрлі болып қалдым ғой мынау. Иә, тәңірші екенсіз. Тәңірші екеніңізді ашық айтады екенсіз. Мына құбылып тұрған заманда. Жалғыз қалам деп қорықпайсыз ба? Қазағы аман болсын дедім. Маған қарап қалды. Барлығын дерлік айтпасаңыз да, талай затты біледі екенсіз. Оның үстіне тәңірші екенсіз. Қазір мен түсіндім. Менің бір білерім былай. Енді сізге қазақ телевидениесінде ешқашан орын болмайды. Соны нағыз оқып тұрмын. Эфир басқалардың қолында деді. Рахмет сізге деді. Құдай бізді кездестіруге жазсын. Аман саулықта болайық деді да екеуміз екі жаққа кеттік. Содан бірнеше айдан кейін ол өзің тағы бір передачаны шақырды. Ол передачаның аты Ой көкпары деп аталынады. Шақырды, бірнеше адам келеді деді. Олар келмеді. Одан кейін мені жеке түсіріп алды. Басқа біреумен екеумізді бүйтіп отырғызып қойып быды-быды деп хабар шығарып, ол жерде монтаж жүрді. Әрине мен түсіндім, не олай жасалынған. Желдің қайдан соққан өкпе жоқ. Мен осындай дүние. Бірақ Ой көкпары түсірілімі басталғанға дейін пікірталастық. Ислам туралы, тәңірлік дүниетанымы туралы, жалпы қазақ дүниетанымы туралы, заңдылықтар туралы қарама-қайшылық болды. Кейбір сұрақтарда табысқандай болдық, ал кейбір сұрақтарда алыстап кеттік әрине. Дегенменен жеке түсірді, кейін монтаж жасалынды. Одан кейін де бірнеше рет кездестік, әңгімелестік. Ойы қырағы, мықты журналист болатын, сөз тыңдай беретін азамат болатын. Алдынан жарылқасын, өмірден озды. Мүмкін болатын болса ұрпағынан теріп, қазақ деген ұлтының ортасына оралып, өзінің білген білімімен оралып, қазақты жаңа жолға бастасын деп өзімнің тілегімді айтамын. Мықты жігіт, мықты азамат деп, Найманның жігіті деп. Сау болыңдар.